Ассаламу алейкум достар. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді айранда печеньеларды дайындайтын боламыз. Қыздар және де менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Бізге печеньеларды дайындау үшін ең алдымен айран, пісте май, жұмыртқа, құмшекер және ұн разрыхитель қажет болады. Ең алдымен біз жұмыртқаларымызды жарып, оған құмшекерімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерде сіздер айранды, ашыған айранды да қолдана берсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Қыздар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Әдемі, жұмсақ, сондай слоеный болып шығады. Енді майымызды да қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымызды қосамыз. Ұнымыздың үстіне разрыхительді қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабысқан қамыр болады. Оны 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Демалған қамырымызды алып, екіге бөліп, жайғанға ыңғайлы болу үшін осылай екі бөлікке бөлетін боламыз. Енді қыздар, қамырымызды жаятын боламыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей болса жеткілікті болады. Формаларын кез келген формада жасай берсеңіздер болады. 4 пішті етіп, болмаса үйдегі кез келген форма, дөңгелек пішінді болсын. Менде печеньелардың формалары бар, үйде үнемі соны қолданамын. Сіздерде сондай формочкаларды дүкендерден, кондитерский дүкендерден сатып алсаңыздар да болады. Бізде байқасаңыздар, біз тестасына құмшекерді аз қостық. Енді осы қамырымыздың үстіне құмшекерімізді сеуіп, осылай бір келкі етіп жайып шығамыз да, үстінен оқтаумен басамыз. Сол кезде сіздердің құмшекерлеріңіз жаңағы қамырдың ішіне кіріп, піскен кезде өте әдемі болады және өте дәмді болады. Мінеки формочкаларды осылай формочкалармен кесеміз, болмаса 4 пішті етіп кессеңіздер де болады. Осы 2 зола қамырдан менде 2 лист, тола 2 лист печеньелар шықты. Печеньеларды міндетті түрде қыздар қызып тұрған пеште пісіретін боламыз. 15-20 минутта піседі. Ас болсын, сіздермен бірге болған Самал. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде мен рецептімен дайындап көріңіздер.